Растай алған тоқалы тамақ ішіп болған соң дастархан жинамай ашық-шашық қалдырады екен. Бірнеше ескертуге мойын сұнбапты. Бір күні түн мезгілінде Алаудин молда әлгі тоқалын шақырып алып, сенің жимаған дастарханыңда қандай қонақ отырғанын көзіңе көрсетейін бе дейді. Отағасы, қайдағы қонақты айтып отырсыз, дастархан басы бос тұр ғой дейді шамдан. Сонда молдекең бір дұғаны оқып жібергенінде аласа бойлы, басында мүйізі бар, құйрығы ұзын, денесін түк басқан бір пәлекет айыр тілмен дастархан басындағы тамақты шалпылдатып жеп отырғанын көреді. Мұндай албасын өмірінде көрмеген әйел сол бойда талып қалады. Содан бір дұғаны оқып жібергенде шайтан жоғалып, әйелі есін жияды. Көрдің бе дейді Алаудин ақсақал. Дастарханды ашық қалдырсаң түнде жын шайтандар осылай тамақтанады.